Ассалаумағалейкум, менің құрметтілерім. Бүгін біз сіздермен қызылша қосылған өте пайдалы салатты жасаймыз. Соның рецептімен бөлісемін. Біреуіңіз білерсіздер, мүмкін біреуіңіз білмессіздер. Сіздерге және өзіме пайдалы болу үшін блог түсіріп бастадым. Біздің Кентау қаласының базарында осындай дайын пістірілген қызылша сатылады. Соны алып келіп, осылай ашып, қолыма қолбақ киіп алып, чтобы қызылшаның қазылы қап-қара жұқпай қалмас үшін, және тақтайға да пищевой пленка орадым. 1-2 қабат тақтайда қып-қызыл болып қалмайды. Алып тастай саласыздар, өздеріңізге ыңғайлы болады. Және ол салатқа енді осылай қызылшаны турап аламыз, 4 бұрыштап. Алманы да осылай 4 бұрыштап тураймыз. Оған содан кейін кукурузды, грек жаңғағын және мейізді қосып араластырамыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша қаймақ немесе майонез қоссаңыздар болады. Өте дәмді әрі пайдалы салаттың рецептімен сіздермен бөлістім. Алдағы уақытта өзім қолданып жүрген, жасап жүрген, өте оңай әрі жеңіл дайындалатын және өте дәмді болатын әртүрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Каналға тіркеліп, досыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сіздерге ас болсын.